жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Біздің сериал метрода жас жігіттің қызды ұрып соғуынан басталады. Бірақ оның не істеп жатқанын ешкім байқамайды. Кенет ұйықтап жатқан қыз қорқынышты түс көргеннен кейін айқайлап оянды. Барлық жолаушылар жас жігіттің оны қорлап жатқанын бірден түсінеді. Қыз оны итеріп жіберіп, "Ол мені қорлады" деп айқайлайды. Адамдар оған шабуыл жасамас бұрын, біз оның көздерінің біртүрлі түске боялғанын байқаймыз. Сол кезде оның вампир екенін білеміз. Барлығы одан қорқып, жолаушылар айқайлай бастайды. Оның үстіне қан пакеті де түсіп қалады. Ал біреу оның үстіне аяқ басқанда, Мери есімді қыздың киіміне қан шашырайды. Осыдан кейін Мери киімін тазалауға шығады. Біз оның да көздері жарқырап тұрғанын байқаймыз. Дәл фильмдегі вампир метро сияқты. Сол кезде біз вампирлердің әдетте адамдар арасында өмір сүретінін білеміз. Бірақ олар өздерінің шынайы болмысын жасырады. Өйткені адамдар әлі де оларға толық үйренбеген және олардың бар екенін қабылдамайды. Қашықтықты сақтаңыз. Кейінірек Мери сыныпқа кіреді, ал мұғалім оған сөгіс береді. Өйткені бұл оның мектептегі бірінші күні және ол бірінші сабақ аяқталуға жақын қалған кезде келді. Сонымен бірге метродағы қудалау оқиғасының бейнежазбасы бүкіл мектепке таралып үлгерді. Оқушылар бейнежазбада Мериді көргенде, олар бірден оның айналасына жиналады. Оның қасына барып, "Оқиға туралы сұраңыз. Ол вампирдің қасында қалай отырды?" және вампирлердің қауіптілігімен танымал болғанына қарамастан, ол неге оны немесе метродағы басқа біреуді ренжітпеді? Ол оларды тыныштандырып, оны вампирлерден қорғайтын алқа тағып жүргенін айтады. Осыдан кейін профессор Хан кіріп, оларға вампирлер туралы айтып береді. Ол вампирлердің де өмір сүруге және білім алуға құқығы бар екенін, адамдар мен вампирлер арасында бейбіт келісім бар екенін түсіндіреді. Келісім шартта вампирлердің білім алуға және қоғамның барлық салаларына интеграциялануға құқығы бар, егер олар адамдарға зиян келтірмесе немесе олардың қанымен қоректенбесе. Оқу күні аяқталғаннан кейін Мери үйіне метромен барады және сыныптағы ең танымал оқушы, сонымен қатар сынып жетекшісі болып табылатын Ханк есімді сыныптасының қасына отырады. Мери сапар кезінде әдеттегідей ұйықтап қалады. Ол ұйықтап жатқанда, оның бойында вампирлік бейнеқосылғылар оянып, Ханктың қанының иісін сезеді. Ол бейсаналық түрде оған жақындай бастайды. Ханк не болып жатқанын түсінбейді және ол ұйықтап жатыр және оны мазаламау керек деп ойлайды. Соңғы сәтте егде жастағы әйел Меридің оғаш қылығын байқап, дауысын көтеріп, Меридің кенеттен оянуына себеп болды. Ол не істемекші болғанына таң қалып, одан тез алыстап кетті. Кейінірек Ханк Меридің абайсызда тастап кеткен дәптерін тауып алып, оны өзімен бірге алып кетеді. Басқа адамдардың жеке өміріне құрметпен қарайтындықтан, ол оны бірден ашпайды. Алайда кейінірек ол ішке үңілуді ұйғарып, оның гитара композицияларымен толтырылған дәптер екенін және бұл әуендерді Меридің өзі жазып жатқанын көреді. Содан кейін ол гитарасын шығарады. Ол ойнауды тоқтатқаннан кейін 3 жылдан астам уақыт бойы қолын тигізбеді. Өйткені оның тірегі болған анасы, әкесі қайтыс болғаннан кейін вампирге үйленді. Ол музыка пәнінің мұғалімі болғандықтан және оған ойнауды үйреткен адам болғандықтан, ол оны еске түсіретін барлық нәрселерден бас тарта бастады. Осыған қарамастан, ол Меридің әуендерін ойнай бастайды және оларды өте әдемі деп санайды. Соңында олар оған әсер етеді. Сонымен бірге Мери әуендері бар дәптерінің жоғалып кеткенін түсінеді. Сондықтан ол басқа дәптерін алып, барлық шығармаларын жадынан қайта жаза бастайды. Келесі күні Ханк мектепке барады. Осылайша оның туған күні болады. Ол күнді әдеттегідей өткізеді. Ал ол кеткенде оның қасына бір қыз келеді. Ол оған туған күніне сыйлық бергісі келеді. Алайда ол бас тартады. Өйткені ол Мериді көріп, онымен кездескісі келеді. Ақыры метро станциясында оған жақындағанда, ол оны тоқтатып, онымен сөйлесе бастайды. Ол одан кешірім сұрауы керек екенін айтады. Бірақ Мери оның кім екенін есіне де алмайды. Бұл оны қатты таң қалдырады. Өйткені ол сынып жетекшісі. Және бұл мектептегі ең танымал оқушылардың бірі, бірақ оның кім екенін білмейді. Сол кезде Мери Ханктың қанының иісін сезді. Бұл оған керемет дәмді болып көрінді. Ол енді бұл иісті сезбеу үшін мұрнын қолымен жауып қояды. Ол одан неге бұлай әрекет етіп жатқанын сұрағанда, ол "Сенің иісің қорқынышты" деп жауап береді. "Сен тіпті душ қабылдамайтын сияқтысың." Содан кейін ол "Егер бірдеңе айтқың келсе, тез айт" деп қосты. "Трубканы қойыңыз, содан кейін дәптер алдында оған қайтарыңыз." Содан кейін ол мейрамханаға барады. Онда біз профессор Ханның да бар екенін білеміз. Сондай-ақ Хунктың анасы келгісі келетіні белгілі болды, бірақ ол онымен кездесуден бас тартты. Хан оның қасына отырып сөйлесуге тырысады, бірақ Ханк тыңдаудан бас тартады және ештеңеге қарамай кеткісі келеді. Ол кетер алдында Хан оған анасынан сыйлық ұсынады. Ол гитара болып шығады және оны өзіне бергісі келетінін айтады. Ханк сыйлықты қабылдайды да, кетіп бара жатып, Меридің сол мейрамханада жұмыс істеп жатқанын байқайды. Ол келушілердің көңілін көтеру үшін әнші ретінде әрекет етеді. Ол кетіп, үйіне қайтпас бұрын біраз тұрып, оны бақылап отырады. Сонда ол анасы туралы естеліктерін еске түсіре бастайды. Ол оның гитарада ойнауды қалай үйреткенін және оның қаншалықты тез үйренгеніне таң қалғанын есіне алады. Ол ұзақ уақыт бойы өз ойына батып кетеді. Ол осы естеліктерді еске түсіріп жатқанда, Хан келесі күні таңертең мектепке барып, музыка бөлмесіне барады. Ол гитарасын алып, бұрын басынан өткерген нәрселерді ұмытып кетемін деп ойнай бастайды. Кенет ол шуды естіп,
оны мұғалім немесе мектеп қызметкері деп есептейді. Алайда бұл Мери екені белгілі болды. Ол сабақтан жалығып келіп біраз музыка тыңдауды ұйғарды. Ол ойнауға тырысып жатқанда гүлдер салынған ваза құлай бастады. Бірақ Ханк оны жерге құламай тұрып ұстап алды. Сонда ғана Мери оның осында екенін түсінді. Ұялып, тез кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін ол сөмкесін ұмытып кеткендіктен қайтып келді. Осы кезде Ханк оларға мектеп ашуды ұсынды. Бір кейік. Ол оған егер ол қосылса, ол да қосылатынын айтты. Алайда бас тартты да сөмкесін алып кетіп қалды. Осыдан кейін Ханк профессор Ханға барып, мектепте музыкалық топ құрғысы келетінін және Меридің оның мүшелерінің бірі болғанын қалайтынын айтты. Клуб мүшелері профессор Хан оны тыныштандырып, уайымдама, мен саған қамқор боламын дейді. Мен оны шешемін. Содан кейін Хан мектеп директорының қызы Ара есімді қызға барады. Ол оқушылар арасында өте танымал, сонымен қатар ол Хонгқа қатты тартылады. Ол оған мектептің музыкалық топ құруды жоспарлап отырғанын және барлық сыныптарды қарап шыққаннан кейін олар өз сыныптарынан жақсы сынып таппағанын айтады. Содан кейін ол Хангтың топқа қосылғанын және қалған мүшелерді жинағысы келетінін түсіндіреді. Хан одан студенттерді, әсіресе Мериді топқа қосылуға көндіру үшін көмек сұрайды. Ара бірден келісіп кетіп қалады. Сонымен бірге Меридің заттары мен тамағын сақтайтын шкафы ашық қалады. Ара мұны байқап, шкафтың құпия сөзін өзгертуді шешеді. Ол мұны тек Меридің бұрын Хонгтың қасында тұрғанын көргендіктен және қызғаныштан сезінгендіктен істеп жатыр. 12 сағаттан астам уақыт өтті, ал Мери ешқашан бір тамшы қан ішпеді. Ол шкафын ашпақ болғанда, ол сәтсіздікке ұшырайды, себебі ол құпия сөздің өзгертілгенін білмейді. Нәтижесінде ол мектептен тез кетіп, жеңілгенше үйіне қайтады. Өзіңе кел. Алайда, жолда келе жатып, ол Сан есімді жас жігіттің көзінше есінен танып қалады. Ол да вампир. Ол балалық шағын Меримен бірге өткізді, өйткені олардың отбасылары вампирлерді бақылау орталығында бірге тұрды. Сан оған қызанақ шырыны бөтелкелеріне ұқсайтын контейнерлерде сақталған қанның бір бөлігін береді. Мұны істегенде ол олардың балалық шағындағы күндерін есіне алады. Олар кішкентай кезінде оған дәл осылай көмектескен. Кейінірек Мери ұлымен бірге қайтады, бірақ олар Хангтың оларды күтіп тұрғанын көріп таң қалады. Үшеуі бір-біріне көз жүгіртеді. Содан кейін Ханг Меридің қасына келіп, мен сенен есін сезіп, оған шабуыл жасап, оны жеуге жақын қалды. Соңғы сәтте Мери келіп, ағасын Хангқа зиян келтірмес бұрын құтқарады. Содан кейін ол оны алып кетеді де Хангқа алғыс айтпай кетіп қалады. Келесі күні Мери Хангқа жасаған қарым-қатынасы үшін өзін кінәлі сезінеді. Ол оның музыкалық бөлмесіне барып, мен үшін жасаған барлық істеріңіз үшін және ағамды құтқарғаныңыз үшін рахмет, дейді. Кешіріңіз, мен сізге алғыс айтпай ақ кетіп қалдым және сізді ұрлаушы ретінде көрсеттім. Менде метрода болған оқиғаның бәрі есімде. Мен сізден тағы да кешірім сұрағым келеді. Өтінемін, мені кешіріңіз. Ал егер мен сенен қашқан сайын бұл менің қолымнан келмейтін болса және саған айта алмайтын себептер болса, Ханг оның тек өз қателігін мойындап, оны түзете алуын қалайтынын айтады. Ол кешірім сұрау болған оқиғаны өзгертпейтінін, бірақ бұл басқа адамның жүрегіне жақсы әсер ететінін айтады. Содан кейін ол оған, бұл әнді соңына дейін тыңда, бұл жолы қашпа, дейді. Уақыт келді. Мери келіседі де, оны тыңдау үшін отырады. Мери оны тыңдау үшін отырады, ал Ханг әнді ойнай бастайды. Мери әуенге толығымен еніп кетті. Ол ойнап болғаннан кейін және оның әлі де сол жерде отырғанын байқағаннан кейін, ол оның мейрамханада ән айтып жатқанын көргенін, сондай-ақ оның бұл істе дарынды екенін байқағанын айтады. Мен әуендер шығарамын. Содан кейін ол оларды бірге топ құруға шақырады. Мери алғашында екіленеді, өйткені ол оған жақындаудан қорқады. Сонымен қатар оның шын мәнінде кім екенін біреу біліп алуы мүмкін деп қорқады. Дегенмен, ол ақырында келіседі. Олар 6 адамнан тұратын топты сәтті құруда. Мери әуендерді құрастыру және ән мәтіндерін таңдау жауапкершілігін өз мойнына алады және олар бірге өз тобының атын таңдайды. Ақыры өнер көрсететін күн келді. Студенттер мен оқытушылар концертті тамашалауға жиналды, ал топ тамаша өнер көрсетті. Нәтижесінде олар мектептегі ең жақсы музыкалық топтардың біріне айналды. Спектакль аяқталғаннан кейін Мери гитарасын алып, адамдар өз тілектерін орындау үшін дұға етуге келетін тілектер шамшырағы деп аталатын маякқа барады. Біраз уақыттан кейін Ханг та келеді. Оны көрген бойда оның тілегі орындалғанын айтады. Содан кейін ол онымен дәл осындай жолмен жүргісі келетінін мойындайды және оны сол жерден тапқанда оның тілегі орындалғанын сезді. Мери күлімсіреп, оның тілегі де орындалғанын айтады. Өйткені ол оның оған келуін қалады. Осы кезде екеуі де бір-біріне деген сезімдерін оны жақсы көретінін айтады. Ал Ханг оны да жақсы көретінін мойындайды. Олар бірге тамаша уақыт өткізеді. Содан кейін Ханг кетер алдында оны үйіне шығарып салады. Қайтып келе жатқанда Ханг кездейсоқ профессор Ханның сыныптасы Сонгпен сөйлескенін естиді. Сонг профессорға көптен бері кек сақтап келеді. Өйткені ол оған отбасының неліктен түрмеге жабылғаны туралы барлық шындықты ешқашан айтпаған. Ханг олардың әңгімесін тыңдағанда Сонгның шын мәнінде вампир екенін біледі.
Ханк қатты ашуланады. Ол соның үйден кетуін күтеді. Содан кейін оған ашуланып қарсы тұрып: «Мен қазір бәрін білемін», дейді. «Мен сенің вампир екеніңді білемін». Сонг да ашулана бастайды және олардың арасында қатты төбелес басталады. Ханк оны ұрып соғып үлгереді, бірақ Сунның жаралары бірнеше секунд ішінде жазылады. Өйткені ол вампир. Ханк оған қарап: «Сен адамдарға ұқсайтын шығарсың, бірақ сен құбыжықсың», дейді. Вампирлердің бәрі құбыжық және оларды жер бетінен өшіру керек. Содан кейін ол оған ескертеді: «Мен сені енді бұл жерде көргім келмейді». Тағы бір нәрсе, Мери маған тиесілі. Тағы бір күні Ханк пен Мери бірге серуендеп келе жатып, баспалдақтың басында тұрып қалған және төмен түсе алмайтын баланы көрді. Ханк оған көмектесуге асығады, бірақ бұл оның аяғын торға орап, оның ауаға көтерілуіне және құлап кетуіне әкеліп соқтырады. Бұл оның құлап кету қаупін тудырады. Мери шошып кетті және оны құтқару үшін өзінің вампирлік күшін қолдануға тырысады. Бірақ Сан оны тоқтатады. Өйткені вампирлерді бақылау департаменті вампирлерге қандай да бір себептермен адамдардың алдында өз қабілеттерін пайдалануға тыйым салады. Хан құлағалы тұрған кезде Сан өз күшін қолдануға мәжбүр болады. Ол оны сәтті құтқарды. Содан кейін жедел жәрдем шақырып, оны ешкім көрмей тұрып кетіп қалды. Осы уақытта Мери Ханктың қанының иісін сезеді және бұл оған таптырмас азғыру. Ол оны тойлағалы жатқанда Ара оны шақырады. Сонымен қатар оның көзінің түсінің өзгергенін байқайды. Осыдан кейін Ханк ауруханаға жеткізіледі. Мери оның қасында қалады. Өйткені ол жақсы көретін адамының қанын ішіп кете жаздады. Кейінірек Ара Меримен бетпе-бет келіп, оған шындықты білетінін айтады. Ол Меридің вампир екенін және ішкен қанын шырын бөтелкелеріне ұқсайтын контейнерлерде жасыратынын біледі. Содан кейін Ара Ханкқа бәрін айтамын деп қорқытады. Осыдан кейін Мери заттарын жинап, басқа жерге көшуге шешім қабылдады. Өйткені ол енді бұл жерде қала алмайды. Оның құпиясын адамдар білетін жерде. Келесі күні Ханк мектепке келіп, сыныптастарының бәрі жиналып жатқанын көреді. Ол Мери туралы сұрайды, бірақ оған ешкім жауап бермейді. Сосын достарының бірін шетке алып, не болғанын сұрайды. Оның досы оған Араның Меридің құпиясын барлығының көзінше ашқаны туралы бар шындықты айтады. Бұл туралы білген Мери қашып, басқа жерге көшуді ұйғарды. Ханк естігеніне сенуден бас тартып, оны бұрын бірге болған барлық жерлерден іздей бастайды. Содан кейін ол оның үйіне барады, бірақ оны ол жерден де таба алмайды. Сол сәтте ол оған шындықты түсіндіруге тырысқан кездерінің бәрін есіне алып, ақыры түсінеді. Ол оған жақындауға тырысқанда, оның неге үнемі қашып жүргенін түсінеді. Ол қайғыға батып, көзіне жас алады. Күндер өтіп, Ханк мектепке қайта оралады, бірақ қайғы оның жүзінен әлі де айқын көрінеді. Ол бүкіл мектеп ол туралы естеліктерге толы сияқты, барлық жерде Мери туралы еске салғыштарды көре бастайды. Ол туралы кенет оның есіне тілек шамы түседі. Ол сол жерге барып, Меримен қайта кездесу үшін дұға етеді. Ол келгенде, оның сол жерде тұрғанын көріп, шошып кетеді. Ол оған қарап: «Мен сені ақыры таптым», дейді. «Неге қашып, мені жалғыз қалдырдың? Олардың сен туралы айтқандарының бәрі болса да, мен саған әлі де сенемін. Мен енді ешкімге сенбеймін». Дегенмен Ханк олардың әртүрлі екенін әлі де толық қабылдай алмайды, деп жауап береді Мери. Олар өтірік айтқан жоқ. «Мен шынымен вампирмін және сенің вампирлерді қаншалықты жек көретініңді жақсы білемін. Мен сенен өзім туралы шындықты жасырғаныма қарамастан, мен саған ешқашан өз сезімім туралы өтірік айтқан емеспін. Мен сені шынымен жақсы көремін, бірақ біз үшін ең жақсы шешім бір-бірімізден аулақ болу». Олар сөйлесіп жатқанда, Меридің артына үлкен темір арқалық құлап, ол теңізге құлап кете жаздады. Бірақ Ханк оны уақытында алып үлгереді және оны қауіптен аулақ ұстайды. Содан кейін ол құлап қалмас үшін темір таяқшаны ұстап алады. Мери оған көмектесуге тырысқанда, темір таяқ қайтадан сынып, Ханк теңізге құлап кетеді. Мери алғаш рет өзінің вампирлік қабілеттерін пайдалануға мәжбүр болды және ол оны сәтті құтқарды. Бірақ содан кейін Ханк есін жиып, Мериге қарап: «Сен кімсің?» деп сұрағанда, тосын сый болады. Ол есте сақтау қабілетінен айырылып, басқа ештеңені есіне түсіре алмайтыны белгілі болды. Содан кейін ол дәрігерге барып, болған жағдайды айтады. Дәрігер ештеңе есінде болмаса да, жүрегі біреуге байланғанын сезетінін, бірақ ол кісінің кім екенін есіне түсіре алмайтынын түсіндіреді. Кейінірек Ханк пен Мери мектепке қайтады. Алайда барлық оқушылар Мериге қорқынышпен қарап, оның вампир екенін және олармен бірге қарапайым адам сияқты оқымау керек деп сыбырлайды. Осыған қарамастан, Мери бас тартудан бас тартады. Ол барлығымен бетпе-бет келіп, олардың қатысуын, сондай-ақ оның вампир екенін мойындауын шешеді. Ол сыныпқа кіргенде барлық оқушылар одан қорқады. Ешкім оның қасында отырғысы келмейді, тіпті оған жақындағысы келмейді. Сондықтан ол мұғалімінен уақыт өте келе оның алдындағы қорқынышы бірте-бірте жойылады деп үміттеніп, барлығының көз алдында қалуы үшін алдыңғы қатарда отыруға рұқсат беруін сұрайды. Сабақ бөлмесіне барып, Ханкты сол жерден тауып алады. Ол одан неліктен одан алыстағанын және неге барлығына өзінің жеке басын ашып, вампир екенін жариялағанын сұрайды. Алайда
ол оған мүлдем ештеңе айтпайды және жай ғана кетіп қалады. Күндер өткен сайын студенттің Мэриді қорлауы одан сайын күшейе түседі. Соған қарамастан, ол өзіне бастаған ісінен ешқашан бас тартпаймын деп уәде берді. Бір күні студенттер зертханаға жиналды. Мэри ішке кіргенде, Ханк оның қасына барып, онымен қатты сөйлесті. Содан кейін ол еш себепсіз барлығының көзінше сөмкесін жұлып алып кетіп қалды. Алайда кейінірек Мэри оның мұны әдейі жасамағанын білді. Осыдан кейін Ханк есте сақтау қабілетін жоғалтқаннан бері онымен қарым-қатынасы жақсарған анасына қоңырау шалып, одан жаңа сөмке таңдауға көмектесуін өтінді. Ол оны сатып алып, бүлінген сөмкесінің орнын толтыру үшін мектепте Мэриге сыйға тартты. Мэри өзін керемет бақытты сезінеді, өйткені ол вампирлерді қатты жек көретініне қарамастан, оны әлі де қорғайтынын және әрқашан оны қорғауға тырысатынын түсінеді. Түскі ас кезінде Мэри жалғыз отырып, тамағын жеп отыр. Оны қорлаған кейбір оқушылар оны байқап, қасына келеді. Олар оны мектептен кетуге көндіруге тырысады. Оған оқушылар оны қудалауды ешқашан тоқтатпайтынын және бұл оның психикалық әл-ауқатына нұқсан келтіретінін және оны шаршататынын айтады. Бірақ Мэри кетуден бас тартады. Ол оларға бәрін қайтадан жақсы көретінін және ақырында бәрі өз орнына келетінін айтады. Осы кезде көп ұзамай Ханк Мэриді алыстан бақылап тұрғанын байқайды. Ол Ханктың эмоциясын қоздырып, оған көмектесе алатынына сеніп, оған жақындап, оны құшақтайды. Ол туралы естеліктер қайта оралады. Алайда Ханк көргеніне ренжіп, сол жерден кетіп қалады. Сол түні Ханк Мэриге барып, одан көмек сұрайды. Өйткені ол оны түсінде көре береді. Тіпті ол жалғыз болса да, оның дауысын барлық жерде естиді. Мэри оған көмектесуге келіседі. Келесі күні оқушының ата-анасы мектепке келіп, Мэридің бар екеніне шағымданады. Бұл оның оқушыларда қорқыныш тудыратынын айтады. Олар оны мектептен шығаруды талап етеді. Алайда Ханкты қорғауға келеді. Ол оларға вампирлердің көптеген жылдар бойы адамдар арасында өмір сүріп келе жатқанын және адамдардың күнделікті өмірінде олармен қарым-қатынас жасайтынын айтады. Ол олардың ешқашан ешқандай проблема тудырмағанын атап өтті және олар адамдарға зиян тигізбейді. Ханк сонымен қатар ата-анасын Мэридің мектепте біраз уақыттан бері оқитынына және ол жерде болған уақытында ешқашан қиындық тудырмағанына сендіреді. Оның үстіне ол оларға сынып жетекшісі ретінде оның кез келген әрекеті үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алатынын айтады. Оның сөзін естіген ата-анасы бұған көз жеткізіп, оған рұқсат беруге келісті. Мектепте қал. Осыдан кейін Ханк сыныпқа қайта оралып, оқушыларға Мэридің қасында отыратынын және ол үшін және оның кесірінен болуы мүмкін кез келген нәрсе үшін жауапты болатынын айтады. Осы күннен бастап Ханк Мэриді қайда барса да ертіп жүреді. Нәтижесінде шәкірттері оны бірте-бірте құрметтей бастайды және қорлауды бірте-бірте тоқтатады. Бір күні мұғалім сыныпқа кіріп, келесі күні мектепте қан тапсыру науқаны ұйымдастырылып жатқанын және оған барлық оқушылар қатысуы керектігін хабарлайды. Оқушылар мазасыздана бастайды, өйткені олар Мэри қан пакеттеріне келгенде өзінің ішкі түйсігін басқара алмауы мүмкін деп қорқады. Келесі күні мектепке барудың орнына Ханк Мэриді тілектер шамшырағына апаруды шешеді. Сол жерде олардың әрқайсысы тілек айтады. Мэридің тілегі болашақта Ханк екеуі қайтадан бірге осы жерге оралуы мүмкін. Сол түні Ханк киімін ауыстырып жатқанда кенеттен біртүрлі галлюцинациялар мен көріністер пайда болды. Шошып, ол өзінің кейбір естеліктерін қалпына келтіре бастады. Алайда алғашында оның есінде қалған жалғыз нәрсе Мэридің мойнына еңкейіп, оның қанын ішуге тырысқан сәті. Ол тез киініп, оған барады. Содан кейін ол одан бұрын оның қанымен қоректенуге тырысқанын сұрайды. Мэри енді оған ешқашан өтірік айтпаймын деп өзіне уәде бергендіктен, ол оған таза шындықты айтады. Тек шындық. Ол мұның ұйықтап жатқанда болғанын және не істеп жатқанын түсінбегенін түсіндіреді. Ханк ашуланады. Ол оған оны жек көретінін және студенттер айтқандай, ол бәріне алаңдаушылық тудыратынын айтады. Ол сондай-ақ ол үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға уәде бергеніне өкінетінін және оның мектептен кетуін талап ететінін айтады. Осылай деп бұрылып кетіп қалады. Келесі күні Мэри мектепке барып, заттарын жинап, бір жола кетуге дайындалып жатыр. Дәл осы уақытта Ханк музыка бөлмесінде және мектептегі концерт кезінде топ орындаған әнді орындайды. Ол ойнап жатқанда, оның барлық естеліктері кенеттен қайта оралды. Ол Мэридің әрқашан одан аулақ болуға тырысқанын, ал өзі оны қуып, оған жақындауға тырысқанын есіне алады. Ол сондай-ақ болған оқиғаның барлығын есіне алады және оның қанын ішуге тырысқанда ол ұйықтап жатқанын және өзін ұстай алмайтынын түсінеді. Ол бірден оны іздеуге асығады және айтқанының бәрі үшін шын жүректен кешірім сұрайды. Бұл екеуі татуласады және тағы бір рет татуласыңыз. Оқиға осымен аяқталады. Лайк басып, жазылыңыз. Келесі серияда кездескенше сау болыңыз.